Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Барша көрермендерге қайырлы күн дейміз. Мен құрметті Назира ханымның үйінде қонақтамын, қызының үйінде. Танысып қойыңыздар. Бұл Назира ханым. Біз бүгін сіздермен Құдайға мадақ даңқ болсын, ыстық Құдайдан, Исадан сөзбен бөлісейін деп едік. Ол сөз қазір өздеріңіз бізбен бірге болыңыздар. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Бар мадақ даңқ Құдайға болсын. Бастайық, Бүгінгі біздің тақырыбымыз жақсы сөз жарым ырыс. Халыққа көмек болсын деп біз осы сөз туралы бөлісейін деп едік. Назира ханым, құрметті, сіз де өз ойыңызды айтып кетсеңіз осы жерде, осы сөз туралы. Саламатсыздар ма, барша көрермендер? Менің есімім Назира болады. Мен өз ойыммен бөліскім келіп отыр. Осы қаншама тойларға, отырыстарға барамыз. Сол жерде тілектер айтылады, ниеттер айтылады. Сол тілектердің ішінде мынандай тілектер болады. Той құтты болсын, жастар бақытты болсын, немерелер көп болсын. Сол немерелердің қызығына тоймай, бір немерелердің бірін жетелеп, бірін арқалап, боқтарына былғанып жүре беріңіздер деген тілектер айтылады. Бірақ та сол тілекті мен басқаша оймен ауыстырсам ба деп отырмын. Оның орнына немерелеріңіз көп болсын, солардың қызығына, қуанышына, бақытына тоймай, солардың ортасында әдемі ата-әже болып қартаюды нәсіп етсін. Және де сол немерелеріңізден шөбере, шөпшек көріңіздер, қолдарынан май жалап, әдемі қартаюды нәсіп етсін деген тілекпен аяқтағым келіп отыр. Және де жастарға тілейтін тілектер бар. Келіндерге қыз ұзатылып жатқанда сол елге барып тастай батып судайсың деген тілектер айтылады. Ол да ауырлау деп ойлаймын. Оның орнына жаңағы сол елде бақытты, тату-тәтті өмір сүріп, сол елдің туын биік ұстайтын жақсы келіндердің бірі болыңдар, өсіңдер, өніңдер және көбейіңдер деген Құдайдың сөзімен аяқтағым келіп отыр. Үлкен рахмет. Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіз эфирге. Қосылған адамдар, біз бүгін жаңағы эфирдің басынан бастап болмаған болсаңыз, айта кететін, біз жақсы сөз жарым ырыс демекші, осы әрбір айтқан сөздің мағынасы және де халқымызға көмек болсын деп осы сөзді бергіміз келіп отырмыз бөліп. Мысалы, мен де айта кетерім, қазақтарда, осы жанұяда өзімде байқағаным, біз мысалы бұрында айтатынбыз, семьяда естігенім, ой, немерең көп болсын, олардың жаңағы қайсының аты кім екенін білмей айтып жүр деген мысалы сөздерді де естіп жүрдік және оларды тілеп жүрдік. Мысалы айтайын деген бұл жерде бұл немере көп болсын деген өте жақсы, ал сенің жаңағы олардың атын кім қандай екенін білмей жүруіңді тілеймін деген осы дұрыс емес. Бұл жерде ол жақсы тілек болып есептелмейді. Ол адамның ақыл есі дұрыс емес болады, өйткені қартайғанда не айтса, адам баласы сол нәрсе болады, Сондықтан да сөзге ауызға абай болу керек, сөйлеген манерге өте абай болу керек, және де не айтсаңыз сол болады. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, және де одан да ол сөздің орнына былай айтса болады. Үлкен жасқа жетуіңді тілеймін, 100 жаса, ақыл есің одан да жаңағы дана бол, жаман сөз тілеудің орнына, одан да саған Құдайдан даналық келсін, бақытты бол, үлгі бол, солай құрметті, сыйлы болуыңды тілеймін деп. Әлбетте, осы дұрысырақ. Және де менде сол нені растағым келгені, жаңағы тағы да бір ақыл есің бүтін, аяқ қолың сау болып, жақсы қартаюды нәсіп етсін деген сөзді де қосып қоюға болады. Дұрыс айтасыз, және де
Кен рухыңыздың жетелеуі, рахмет, даңқ мадақ болсын. Осы ыстық сөз ол өте маңызды. Сосын жас келіндерге де мысалы тойға барғанда тастай батып судайсың деген шынымен де ол ауыр сөз. Өйткені адам баласы болып жаратылғандықтан біз тас болып жаратылмадық. Ол мағынасы сіздер мысалы кейбір адамдар мүмкін тілеген шығар, немесе өздеріңіз айтқан болсаңыз, ол сіздер жақсы болсын деп көптен естіген тілекті айтқан боларсыздар. Бірақ бұл жерде жаңағы адамға бұл нәрсе ауыр. Ол сөзді айтудың орнына жаңағы бұл мағынасы неде, тастай батып судайсың деген адамдардың тілегі жаңағы сол семьяда тату тәтті болуын тілейді, ауызбіршілік дегенді соны тілеудің орнына осы сөзді айтқандықтан ол мысалы мағынасы басқа болғанымен, бірақ айтылған сөз тас деп айтқасын осы сөз ауыр болады. Сондықтан да мен де осы жерде келісемін. Жаңағы одан да ауызбіршілік болсын, шаңырақтарыңыз биік болсын, керегелеріңіз кең болсын, тату тәтті болыңыздар, жүздеріңізден күлкі кетпесін деп сөздің мағынасын айтқан дұрыс. Осы бата бар осы жерде. Және де сіз айта кеткеніңіз жаңағыдай, мысалы жас үлкен адам болса, жаңағы немере шөберенің жаңағы кейбір адамдар тілейді былай. Немеренің боғына шалынып, сүйреп жаңағы жүр деп, Біреуін арқалап, біреуін жетелеп, боғына былғанып, сүрініп, солай тілектер айтылды ғой енді. Қазірде айтылып жатыр біраз адамдар. Сол дұрыс емес деп ойлаймын. Одан қайтаға жақсы қартаюды нәсіп етсін. Осы жерде мен келісетінім, мысалы бағана Назира ханыммен құрметті біз таңғы ас ішкенде әлі бірге отырып таңғы асты қалай бірге кездестік, әлі бірге отырып сонымен әңгімелесіп отырып осы сөздер шығып қалды әңгімеде ас ішіп отқанда. Және де ойладық, неліктен осы бізде халқымызға осыны бөлісейік, неге кейбір адамдар оны білмейді, қаншама алыс жерде тұрып жатқан адамдар бар, мысалы Сарыағашта, Жетісай бар, мысалы Созақ, Шардара, Шымкентте, енді Қазақстанда болғандықтан көп адамдар мысалы бұны барлық адамдар біле бермейді деп ойлаймын. Сондықтан да бізде осы сөзбен халқымызбен бөлісейік, жақсы сөз жарымырыз, халқымызға көмек болсын. Мысалы осы жерде айта кететін бүркіт, бізге апостол Владимир Монтян айтатын, ол кісі аса құрметті жаңағы қауымда Исаға сенетін қаншама тәлім алдым, ол кісі айтқан еді. Бүркіт аспанға ұшқанда дейді, ол 600-800 метр бұрын ана жерде алыста келе жатқан тышқанды көреді. Алыстан көреді бүркіт. Ал тауық болса, тауық ол қорада болады, ол алыстағы нәрсені көрмейді, алдындағы тастар мен жемін көріп, алдындағысын ғана шұқып тұра береді. Сондықтан да мысалы жақсы сөз тілегенде адамдарға 100 жаса, дана бол, денің сау болсын, Құдай жар болсын, құрметті сыйлы бол деп, орның төр болсын, кішіпейіл бол, махаббатқа тол деп мысалы тілегендегі тілек ол болашаққа бүркіт сияқтаны, мысалы жаңа туылған нәрестеге тіленген тілек болса, ол мысалы оның өміріне қаншама алдын ала 100 жыл бұрын 100 жасаса, ол бүркіт сияқты тіленген сөз, жақсы сөз. Сондықтан да жақсы сөз өте маңызды. Дұрыс айтасың, Әйгерім. Қосыламын сөзіңе. Рахмет. Сондықтан да Құдайға даңқ, мадақ, мақтау болсын. Осы не айтсаңыз сол болады. Бірақ әрбір айтқан сөз үшін адам баласы Құдай алдында есеп береді. Сондықтан да жақсы сөз айтсақ, халқымыз жақсы сөз сөйлесе, жақсы сөз айтса, өмірі де өзгереді. Және жақсы ой ойлау. Келсем, өте дұрыс айтылып жатыр. Құдайға даңқ болсын. Жақсы керемет. Егер де мысалы сіздердің өміріңізге рахмет үлкен, Құдайға даңқ, мадақ болсын. Егер де сіздерге мысалы өмірлеріңізге қандай да бір бала кездеріңізден болсын, қандай да бір сөздер айтылған болса, ұстаздардан, немесе ата-анадан, лағынет сөздер айтылған болса, мысалы байқамай, ой, иттің баласы деген сөздер айтылған болса, жетпегір дейді. Мысалы ол да дұрыс емес та сөз. Егер де сіздерге мысалы ой естіген болсаңыз, әже аталарыңыздан
қандай да бір жаман сөздер, оңбағансың деп алады, оңбайсың дейді, дұрыс. жетпей желкен қиылсын дейді, неше түрлі сөздер айтылды ғой кезінде. Осы сөздер олар өте ауыр сөздер, қарғыс болады. Көрдіңіз ба? Егер де мысалы ата әжелер ой тұқымың құрғыр деп айтатын еді, ессіз қалғыр дейтін еді. Осы да мысалы қандай қарғыс. Оның орнына иттің баласы дегенше мысалы бай болғыр, өркенің көкке жайылғыр, бай болғыр деп айтса, көбейгір, бақытты болғыр деп мысалы сондай сөздер айтса, жаман сөздің орнына сол бата келеді. Өйткені мысалы қазақтарда айтады ғой, жаңбырмен жер көгереді, ал батамен ел көгереді демекші. Сондықтан да жақсы сөз өте маңызды, жақсы сөз. Сондықтан да біз осы сөзді сіздермен бөлейін деп едік. Құдайға даңқ, мадақ, мақтау болсын. Жаңағыдай немеренің жаңағы несі енді боғына шалынып жүр деген сөздерді айтпай, одан да көмекшілерің болсын, өркенің өссін, немерелерің көп болсын, бай болыңдар, тату тәтті болыңыздар, ауыз біршілік болсын деп та, сол Құдайдың рахымына бөліңіздер деп жақсы сөз айту керек. Құдай жар болсын, аман болыңыздар деп. Осы сөздер өте маңызды. Біз енді құрметті Назира ханым, сіз енді жасыңыз үлкен, мысалы осы көрермендерге біз бата берсек, егер де олардың өміріне қандай да бір лағнет сөз айтылған болса, олар бұзылсын деп келісім дұғасымен мысалы бата беріп бір дұға етсек, қалаған адам сол Құдайымыз бастайсыз ба, дұға етейік, келісім дұғасымен жақсы тілек тілейік. Жаңағы біз айтылған сөздердің бәрі, негатив сөздер бұзылсын Исаның есімімен, қарғыс сөздер іске аспасын да орындалмасын. Және де Құдайға алғыс, мақтау, мадақтау болсын. Бүгінгі осы қазіргі айтылып жатқан тілек сөздердің бәрі өзі бұзылсын деп жариялаймыз Құдайдың атымен. Егер де біз Исаның есімімен қазір дұға етеміз, құдіретті Құдайымыз, шапағаты мол, мейірім мол, осы көрермендердің өмірінде осы записта қарайтын, болашақта осы бір адам тағы да келіп қараса, осы эфирді кім қараса да құдіретті Құдайымыз осы балалық кезінен бастап қандай да лағнет сөздер айтылған болса, қарғыс сөздер айтылған болса, Исаның есімімен құдіретті Құдайымыз сол сөздерді талқандаймыз, олардың күші жоқ деп жариялаймыз, олар іске аспайды да, орындалмайды да деп жариялаймыз. Құдіретті Құдайымыз бала кезден бастап немесе анасының құрсағында жатқан кезде қандай да бір лағнет сөздер айтылған болса, олардың бәрі тоқтасын, олардың орнына жақсы сөз болсын. Бүкіл Құдайымыз осы ұстаздардан айтылған сөздер болса, басшылардан қандай да бір қарғыс сөздер өздері айтқан болса, құдіретті Құдайымыз оларды кешіріп, және осы сөздердің күштері жоқ деп жариялаймыз. Бүкіл қарғыс, лағнет сөздердің бәрі жойылсын Иса Мәсіхтің есімімен, әумин. Оның орнына Құдайымыз бақтар ашылсын, бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын, ашық аспан болсын, мейірім болсын. Бақытты болсын, дәулетті болсын, бай қуатты болсын деген тілектерді айтамыз. Исаның есімімен не тілесеңіз, қандай жақсы тілек тілесеңіз, сол болсын да, ал жаман ойлар, жаман сөздер бұзылсын Исаның есімімен деп осыны тамамдаймыз. Ыстық сөзді сіздермен бөліскіміз келді. Бізбен бірге болып тыңдағандарыңызға рахмет. Құдай жар болсын. Бөліссеңіз болады осы эфирмен. Сізге де үлкен рахмет, бізбен бірге эфирде болып, күшті сөз бөліп, ойыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Сізде аман болыңыз. Сізге де рахмет. Әкем ханым. Сізге де алғыс. Құдайға алғыс, одан кейін сізге де рахмет. Рахмет Құдайға. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Үй ішіңізде амандық пен тыныштық болсын. Құдай сіздерді өте қатты сүйеді. Иса сізді сүйеді. Дендеріңіз сау болсын. Сабақ оқитын адамдар болса, жеңіл болсын, даналық берсін. Құдайдан кішіпейіл болуыңызды тілеймін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Эфирді қазір тамамдаймын. Так. Завершим.